Selam алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі дақаға бойлы мәлімат. Бүгін Малия саласының қадимлері өз зиянат байрамыны қайдетелер. Қырымда Рейберуф екунденді Жұмхуретте сайлав күні насыл кечті. Елнің сонуна Жосақ районын балабақчаларына невбет қапатылacak. Бүгін Бұтын Русия Малиеджі көну қайдетте бұл банк, сигорта шыркетлер, федераль қазына адресі ве Малия везірлігі кабайдарелерде чалышқанларының зиянат байрамыдар. Бүгінке көнде Қырым пайтақтында 600-ге яқын болы қадим бар. Қырым ел башчысы Сергей Аксонов оларны фахри ярлықлар ве кокус ишаретлерінен тақзірледі. Тәфсілетлар Иле Мухаммед Зекирияев. Бүгін Жымхуриетіміздің Девлет музыкаль театры бинасында Сергей Аксонов Малеви незарет қызметші мудира Антон Кальковны кокюс ишаретінен тақдирледі. Антон Кальков бұйық тәжірибелі Малиеджі дей грамайылдан берлі әркіші Қырым Жымхуриетіміздің масрафыны незарет еті. 90-шы сенелерде Ахмезжеттің Девлет қазына идаресінде иқтизадиетші олып чалышты. Шымды Қырым Жымхуриеті Малия незареті қызметінің мудира вазифесіні бежере. Очень опытные сотрудники, которые работают и по 25 лет, и более. Мы за этот период провели большую работу, смогли вернуть тот утраченный немного престиж службы финансового надзора. Мы занимаемся внутренним финансовым контролем, занимаемся контролем за расходованием средств бюджета Республики Крым. Лютфе Усейнова эсап фенаны севгені себебінден Малиеджі зинатыны сечті. Он 3 ел девамында Ахмезжеттің қазына идаресінде чалышты. Шымды 4 елдан берлі Жымхуриетіміздің Малия везерлігінде ишлей. Мы занимаемся финансированием программ. У нас национальный проект, у нас федеральная целевая программа, которая имеет очень важное значение сейчас в Крыму. Строятся очень важные объекты в рамках этой федеральной целевой программы. Это трасса Таврида, больница Семашко. Өз чықышыны девамында Жымхуриетіміздің елбашчысы Сергей Аксонов Малия сасының хадемлеріне яқшы чалышқанлары үшін тешукерлер білдірді. Могу сказать, что финансовая дисциплина в Республике Крым находится на высоком уровне. Мы с вами перешли, по сути, то есть из одной законодательной системы в другую. И вот те программы, которые были внедрены за 5 лет, поверьте, мы прошли этот путь гораздо быстрее, чем многие субъекты Российской Федерации. Благодаря вашей настойчивости, напору, самоотверженности и на самом деле такому хорошему, качественному труду. Бүгінгі күнде Малиеджі әмегі ән месулетлі ве ағыр зинатларындан бары деді Жымхуриетіміздің Малия визері Ирина Кивико. Тамам Малия сасының қадимлерінен Жымхуриетіміздегі ичтимаи ве иқтисади стабиллік бағылы. Если бы не те финансисты рядовые, которые каждый день финансируют все отрасли народного хозяйства, все социальные выплаты. Финансисты это не значит, что работают в Министерстве финансов или в финансовом органе. Финансисты есть практически во всех структурных подразделениях. И поэтому я считаю, что Крыму повезло, что команда таких профессионалов-финансистов у нас собрана в Крыму. Юзден зияде Малиеджі бүгін Жымхуриет акимиет адындан фахри ярылықларыны әлде еттілер. Байрам концертінен екенленді Ахмезжет коллективлері ерве ойынларыны ижра еттілер. Мухаммед Зекирияев, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Ярмадамыз Русия еркеніне кірген соң Қырым сәкенлері екінші кері сәлевларда іштірак еттілер. Бұл сефер Қырымның ғарып тарафы яқшы нәтижелер көстерді. Кезлеві лидерлер жедвелінің бұрынжы үш сатырында ерлешті. Сәлев комиссиясының мәліметіне көре бұл аман-аман 23% тешкілетті. Рейберуф кетішаты ақында мұғбіріміз Айша Шулакова тариф ете. Қырым сәкенлері үшін янылықлар, сәләв бюллетенлер, огренелюв комплекслері садеже кайблер. Қырымда бөлек комплекслерінің сайысы әнді 247-ге етті. Олар Жымхуриетіміздің едішерінде енчоқы есе Ахмеджетте ерлешті. Эндіден бюллетенлеріні қолнен саймақ керек дегіл. Рейберуф үшін ақылы урналар малюматны хатасыз қайдеті. Эпсі малюматлар есе территориаль сайлав комиссиясына йоланыла. И протокол сразу распечатывается, то есть намного упрощает. Бин 200-ден зияде сайлав дамартасы. Ерлерде 100%-лық азырлық. Бозувлар yok. Базар күніні Қырым сәкенлері екені Рейберуфден башладылар. Что было еще лучше, чем сейчас. Ахмеджет сәкені Сулейман Сейт Ибраимов сайлавларға торуннен келді. Біріншілер сырасында Рейберді. Яш намзетлерге умут беслей. Сайлавlardan bizim millet, bizim Tatar, Kırım Tatar milleti
ошо жакшы жашасын. Компактный жашаган жерлерде жоллар болсын, суулар болсын. Өз гражданлык борчуну Русиянын Devlet Дума мебусы Руслан Балбек деберди. Парламентарий тариф эттики. Илк сефер кырым татарлар рекорд дережеде фаалик көстердилер. Улар рей берүүдөн гайры канун чыгарыcı органларынын бутун севиелерине намзетлер чыгардылар. Это не может не радовать. Это говорит о том, что крымские татары видят вот все эти позитивные изменения, которые происходят вот за 5 лет. И, конечно же, на полпути останавливаться не нужно. И я считаю, что это очень важно, очень верно, то, что крымские татары не отстраняются, а совместно со всеми крымчанами строят наш общий дом под названием Крым, чтобы всем было уютно, светло. Крымда гарби тарафнын сакинлери невбеттеки сефер сайлавларда юксек фаалик көстердилер. Сабадан берлі Сах районы Червонная көйінді ерлешкен сайлав бөлікті адам чоқ. Үйлегеже көй сакинлерінің ярыдан зиядесі рей берділер, олар яқшы дынышмелеріні көрелер. Основная часть молодежь, которые будут принимать участие в дальнейшем развитии Крыма. И мы надеемся, что наши кандидаты пройдут, потому что народ поддерживает. Я смотрю, большие очереди собираются на избирательных участках. Бекировлар айлесі туған көйінің абаданлаштырылуы үшін рей бере. Бұл яшлар эминлер, намзетлер берген сөзлеріні тутачақ. Дороги, что как бы отремонтировали, школы немножко, да, там, площадки какие-то детские. Ну, как бы делается все, ну, чтобы еще больше делалось. Сейтасан Асанов Сах шерінің ақсақалы, яны жами адлы дин жемиетінің рейсі. Айта ки яқшы нәтижелерге ерішмек үшін акимиетнен субъект тізмек керек. Біздің халқымыз үшін актуаль, керекші. Чөнки біздің durumumuzda asker düzmek, күрешмек yolları yok. Bizler til tapıp, şarit tapıp, ақыл fikirмен çalışmak керекміз. Сайлав комиссиясының малюматына көре кезлер сайлавларда ен фаал иштирак еткенлер жедвеліне кірді. Аман-аман 23%. Исмаилбей микрорайонында 2 сайлав бөлігі чалышты. Бұл Крым татарлар топлу яшаған ен буюк ве ен бірінші ердір. Мында 7000-ден зияда адам яшай. Очень важно ходить на выборы, я считаю. Мы все люди грамотные, современные, должны участвовать в формировании и развитии нашей республики и государства в целом. Крым сакинлері да бір кере өз бірдемлігіні Верусияда яшамақ істегіні көстерділер. Сайлавларға фаал қатнашув да бұны таздықлай. Айша Шулакова, Эрвин Амиралиев, Миллет үшін. Бақчысарайда екене сайлав күні 17 сайлав бөлік чалышты. Шер сәкенлері не қадар фаал олғанлары ве яңы мебуслардан не беклегенлері ақында бозымлев қамыз. Бақчысарайның сайлав бөліклерінден бұрынде сайлавчыларны Нефес оркестры қаршылай. Сервер Юнусовның реберлігінде яш чалғычылар дүния классикасыны ве Қырым татар халық аваларыны ижра етелер. Сабадан ерлі сакенлер осы сайлав бөліклеріне келіп, ишанған намзетіне рей берелер. Адамлар Бақчысарайының іштимай меселелері чезілежігіне үміт беслейлер. Дороги, освещение, проблемы с детскими садами, со школами, ну, такие вот бытовые в основном. Надире Сейтхалилова 86 яшында, қадын 30 елдан берлі Бақчысарайда яшай. Аяғы сынғаны себебінден арабачық ярдымынен көре. Ама эпсі бір сайлав бөлігіне келіп, өз рейіні берді. Голосовать иду, хотя половина нога сломала, опять бегу голосовать. Лариса Мустафаева айтқаны бұл бірде бір намзетні сайланған адамлар туған ярмадамыздың парлақ келечегіні сечелер. Мы голосуем за свою родину, за свой Крым. И поэтому я бы желала, чтобы наши крымские татары приходили. И чтобы наши татары как можно больше были депутатами. Крым татарларының фаалигі сайлавдан сайлавға арта деп қайдаты Devlet Дума мебусы. Руслан Балбек мен адамлар энчух ишанған инсанны сечелер. Очень важна активность. Каждый из крымских татар, который сегодня заявился как кандидат в депутаты, будет участвовать в жизнедеятельности своего населенного пункта, региона в целом. И, естественно, будет не отдаляться, будет выступать коммуникатором между административным центром и общественностью, то есть людьми, которые
ему доверили свой голос. Оз граждан буржына одемек üçün бақчы сарайлылар бұтын құранталарынен келділер. Рейберов көні 12 саат девамында бақчы сарайының 18 салях бөлігінде ерлі сакинлерінің 20% болунда. Фатиме Сидаметова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Cumhuriyet mazının siyasi terkibi yangilandı. Kırım sakinleri hakimiyetinin devlet şurasına ve municipal organlarına mebuslarını seladılar. Bu mevzunun devamı bizim levhamızda. Қарасу базарда 655 санлы саляв бөлігі қалғанлары кыбы сабасия кызды чалышып башлады. Эр тарафтан музыка эшетіле ава топлары асылы. Крым сакинлері девлет шурасына ве муниципаль органларға мебусларының байрам муитінде сайляйлар. Я очень надеюсь, что количество депутатов из числа крымских татар будет достаточно значительным в этом совете. Может быть, явка по всем прогнозам должна превысить явку предыдущих выборов. Бутун Крым бойынша 1200-ден зияде сайляв ноқтасы чалышты. Еді Қою районы Қара Қою көйінің сакины Пазилеп Пурманбетова сайляв бөлігіне келді. 60 яшлы қадын құрантасынен келді. Олар өз граждан бурчуна месулиетлікнен янаша. Приходим с надеждой, что у нас в селе, что у нас в краине, как говорится, будет мир, покой. Чтобы наши дети ходили в школу, на работу спокойно, чтобы ничто им не мешало. Чоқ милетлі Қырымның эпсі халқлары рейберелер сайляв комиссиясының көзетіжілері айтқанларына көре Қара Қою көйінде 237 санлы бөлікте Қырым татарлар айрыжа фааллик көстерділер. По Ленинскому району явка очень хорошая, все превзошли все наши ожидания. По состоянию на 12 часов уже было больше 1000 человек, где-то 1100, это в среднем где-то 30% явки уже крымских татар есть. Кефеде 212 санлы сайляв бөлігінде чоқ адам қатнашты. Тамам bu yerде Devlet Milletlerara Komitetinin reisi Ленур Абдураманов граждан бурчыны берді. Рейберов ерлерде 2000-ден зияды адам келген бөліклерде сайлавчылар қайдетмек верейлерінің саймақ үшін машиналар ерлештірілді. Қырым бойынша оларының сайысы 250 дане. Сразу же после выборов те самые главные задачи, которые сегодня ставит перед нами глава республики Сергей Ильич Аксенов и правительство, тот уровень обустройства, те проблемные вопросы, которые сегодня наиболее важны, поскольку ориентир самый главный – обустроить, сделать более качественные и лучшие условия наших крымчан. Қырым парламенті вейерлі шуралар сайлавында 30% әли іштірак етті. Бозувлар қайдетілмеді, әрбір бөлікте 7000 көзетічі болында ве видео көзету системасы чалышты. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Қырымда сайлавлар кечті. Cumhuriyetimizдің devlet şurasına ve municipal organlarga namzetlengen mebuslar üçün Reyberov 1201 saylav bölігінде keçirildi. Saylav күні ақшам saat 6-ға 30% adam Reyberді. Yarmada üçün mühim konunun neticeleri hakkında nevbeti kelip қамыз. Қырымда сайлавлар кечірілуіне сайлав комиссиясы бойук месулиетлікнен янашты. Екәне рей берув күні бутюн ярмада территориясында 1201 сайлав бөлігі чалышты. Олардан 38 гражданлар вақтынжа болунған әрлерде, 36 хастаханелерде, бірісі СИЗО бөлігінде, веда бірісі Ахмезжиттеки Айвазовский адына халқара авалиманда әрлешті. Қырым девлет шурасыны сайламақ үшін 1 400 000 муниципаль акимиет органларыны исе 2 300 000 бюллетень азырланды. Галочка, крестик или нолик. Все остальные знаки считаются недействительными. Эки шеерде 247 электроурна яны қойып чалышты. Ахмезжитте олар аман-аман әрбір сайлав бөлікте тура еді. Қырымда Русия президенті сайланғанда бойле қойыблер тек әлі еді дане еді. Сайлав күні адамлар қатнашуы әп артты. Русияның меркези сайлав комиссиясы берген малюматқа қоре. Уйле саат 3-те 23% Қырым сакыны сайлавда иштирак етті. О заман Қырымдақы сайлавларда 400 000-ден зияде адам рейберді. Русияның меркези сайлав комиссиясы ән бойу қатнашуыны Ақшайх районында қайт етті. Анда сайлавчылар қатнашуы 42% тешкил етті. Ән аз адам Ахмезжитның меркези районында келді. Мында қатнашув 20% тешкил етті.
Кырым сайлав комиссиясынын малуматына көре, Кырым Жумхуриятынын Девлет Шурасы сайлауларында 535 намзет иштирак этти. Муниципаль акимиет органлары сайлауларында бүтүн Кырым боюнча 5,5 намзет хайт этилди. Акьярда экяне сайлав күнү 180 сайлав бөлігі чалышты. Анда 600 бинден зияде бюллетень азырланды. Акьяр сайлав комиссиясы берген малуматқа көре, рейбирювде 26% эали иштирак этти. Руслан Минаев, Милет Ичун. Единая Россия Жумхуриятның эпс регионларында Галибек Казанда Хенда Ферқа Қырым парламентінде конституцион эксеретні елде етежек. Бұақта Единая Россия Ферқасы Қырым региональ бөлігінің кәтсібі Владимир Константинов білдірді. Оқайдетті кеселявлар кергін олды, ама единарослар командасы қойған вазифелерні бедерді. Сайлавлар нәтижесінде Единая Россия Кырым Жумхурияты Девлет Шурасының 80% мандатларыны шер шураларында есе 70% әлді етежек. Ферха көй шураларында ось векиллерінің сайысы пекетті. Біз о Крымской весны, Крымской мечте адлы региональ программамызден акимиетке кетеміз. Сайлавчыларнен көрішкен вақытында Ферха Крымларындан 45 бин мураджат әлдет. Олар біздің программамызға кірсетілежек. Жумхури парламентке да эко ферқа кечті ЛДПР ве Русия Федерациясының коммунистик ферқасы. Единая Россия ферқасы Қырым региональ бөлігінің нәтижелерінің ферқа конференциясында чықара жақлар. Бұл сентябрьнің 13-де олып кечежек. Яңы модуль балабақчасы Сақ районын яңы Қырағұрт көнде açılды. Мектептен евел мөсесе 4 ай девамында тікленілді. О 100 баланы сылдырajak. Тантаналы açылу вақында мұхбірлеріміз девам ете. Тапалюк адлы балабақчасына қатына башлаған кенжелер вальс ойынын ұтышеділер. Бір елдан соң олар бұл бақчаның мезунлары олып мектепке ел алажақлар. Бұл кенжелер есе бақчада қылажақлар. Олар невбетнен ойынжақларыны ұгренелер, аяқмашына айдайлар ве атта музыка чалалар. Бақчада тербиелені башлағанлардан бірі 3 яшлы Денис. Яңы ойынжақлар арасында өз севімлі трансформер мультфильмнің қырманын тапты. This is Bumblebee. Настоящий Bumblebee бывает только в мультиках. Ксения есе өз қоқласының антерні ұтлей бақчада ішчуқ әршені япып етіштірмек керек. Кушаем, спим и гуляем. Тапалюк балабақчасына 100 кенже қатнайжақ умумен 4 группа. Эрбірінде 25 бала. Радуга адлы орта группаның тербежесі Татьяна Санкевич декрет тәтілден сон бірінші күн чалыша. Отлично, атмосфера замечательная, детский сад очень хороший, просторный, все очень красивое, яркое, красочно. Детям очень нравится, дети в восторге, как вы видите. Тапалюк яңы Қарағұрт орта мектепнің яңы структур бөлігі адар мудир айтқанна көре балабақчаны ерлі сәкендер 90-нчы сенелерден берлі бекледілер. Ана бабаларының аризалары бойынша билингваль группалар яратылacak. Школа у нас с языками обучения. Украинский, татарский мы почти изучаем на равных условиях. Поэтому постепенно перейдем и в садик, я думаю. Балабақчаны рекорд муддетте құрдылар. Бұна тек 4 ай керек олды. Құрыжылыққа Жумхури бюджеттен яқын 50 миллион рублей айрылды. Бала группаларындан айры ойын удалары Тибетхане ве Чамашырхане ерлешті. Для всех жителей сельской местности детские сады бесплатно, потому что по указанию главы республиканский бюджет компенсирует эти расходы родителям. Это льгота, которая существует только в Крыму. Алла Пашкунова айтқанна көре елінің сынына Жасақ районында да 5 балабақча açılacak. Бөлелікнен учтен 7 яшқа же балалар невбеті толы шекілде қапатылacak. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Ахмезетте 1853-1856 сенелерінің Қырым женкінде елі қолған аскерлерінің қатырасына аңдылар. Шер акиметі Қырым пайтақның мерkezінде елескен абедеге ве қардашлық мезары янындаки мемориалға гуллер қойдылар. Бұл ерде 36 бин аскер көмілген. Не зря этот день выбран 9 сентября, потому что 8 сентября еще шли небольшие здесь бои, а 9 сентября война прекратилась. Экабин 17-нче сене Қырым Жумхуриятның Девлет Шурасы Владимир Константиновның реберлегінде іш группасыны яратты. Бұл адамлар қардашлық мезарлары абадалаштырылуыны белгіледілер. Это живой пример для нашего подрастающего поколения, как надо любить
свою родину, как надо защищать свою отчизну. И сегодня важная задача, я считаю, всех нас, чтобы наше поколение, наше будущее знало всех героев, знало историю. И сегодня у нас для этого есть возможность. Вечная слава всем погибшим. Александр Невский соқағында елінің тамиратына федераль бюджеттен 100-ден зияде миллион рубль айрылды. Енді уч бенге яқын квадрат метр ерде қалдырым ташы төшілді ве 1 километрлік бордюр ерінден көчірілді. Құрыжылық ішлер насыл дережеде ұлған ақында бұзым невбеті келіп қамыз. Александр Невский соқағында кон тамир ішлері күте шымда асфальт өшілівінен евел топырақ бастырыла. Базар әртесі күні асфальт өшеп башлай жақлар. Объекте топырақ тапталывы үшін уч машина бір сменада çalışа. Эскі қаплама коммуникациялар троллейбус депо системасы толу шекілде денештірілі. Идет замена наружного освещения, то есть прокладка кабеля наружного освещения, и будут демонтироваться столбы бетонные, троллейбусные, заменяются на металлические. Бу ерде 30 адам çalışа. Олар ішлерінің мақсус техника ярдымынен бежерелер. Бу тракторлар, yükleyci экскаваторлар, бетон қаштырыcı машиналар. Құрыжылар айталар ки соқақ реконструкциясы бойынша ішлер графиктен евел алып барыла. Мы работаем каждый день, без выходной, чтобы успеть вовремя срока делать. И даже раньше. Постараемся. Александр Невский ве декабристов соқақларында Яғмур Ақызылов канализациясы денештірілі. Қалдырымларда енді 3000-ден зияде квадрат метр плитка ерлештірілді. Меркези соқақта Долгоруковская енішіне же қысым октябрь айына же азыр олажақ. Капиталь тамиратны декабрь айының башында толысынен екінлемеге планлаштыралар. Умуменен ғайрыдан япылған тамиратқа федераль бюджеттен қарарнен 100 миллион рубль айрылды. Наджия Исаева, Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Русияның Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек Қырым пайтақтында гражданлар қабылны кечірді. Ер меселесі мескен мал мүлкінің ресмелештірілігі ве микрорайонларының абаданлаштырылуы. Парламентарий 15 Қырымлының меселіні незаретке алды. Мұражат еткенлер арасында Дия Усейнова олды. Қыз екібін бұр сенесінден берлі өксізлер үшін айрылған евлер рестрінде тұра. Кечкен келі Қарасу базар районын мемуриетінің махкемеге берді. Қарар мұзбет олды. Ләкин қыз ойледі ев алып болу амады бұндан. Сон бұл меселене Сергей Аксеновға мұражат атты. Жұмқырет елбасшысы оның асабына 1,5 миллион рубль кечірді. Бұл параларға шер мемуриеті арғынчық яны зыбина көңде ев сатын алды. Амайдия Усейнова сатын алу фақында анлашматты змеді, себебі меркезден ұзақлығы. Нақлет ярамай қатына яшай шарайтлері де yok. Я работаю в городской поликлинике номер 3 города Симферополь врачом-терапевтом. Ну, как бы планирую перебираться в Симферополь, но так как жилье положено только по Белогорскому району, хотелось бы ближе к Симферополю. Незыбино, это почти Нижнегорск, там пару километров по Нижнегорску. А до работы добираться, ну, часа 3 будет уходить, учитывая то, что 3 маленьких деток, нужно их оставить в сады, а сады работают с 7 с 8, а мне нужно выезжать часиков 5, чтобы добраться до работы. Эрбора риза бойынша тепселер берілді ве қысқа вақыты оларынан чезілуінде ярдым көстерілежек. Девлет Думами бұсы Руслан Бальбекнің фұқырынже, меселелерінің əsas себебі ерлі әкемет венсанлар арасында бақ улмағаныдыр. Просил, чтобы все-таки переговорили с очередником, предоставили выкупленное жилье ему, а с человеком отдельно отработали и постарались до конца года этот вопрос разрешить. Обращаюсь одновременно и к администрациям районов и городов, чтобы максимально тесно взаимодействовали с людьми, чтобы депутатский корпус на местах также обеспечивал площадки для диалога. Мамашай көңде көдешлер көріші болып кечті. Енді 12 елдан берлі бұл көзел ерде 44-ші сене айнымындан сұрғын етілгенлер топлана. Бұл сефер таныш ве доғмышларнен көрішмек үшін 300-ден зияде адам келді. Оларны не бағлағаны ве бұл еллық көрішівлер не үшін анынеге чевірілген ақта Мухаммеди Киреевнің репортажы. Халифе Исмаилова енді ось ана топрағында қайтарма ойынына төшей ве еллық көйдешлер көрішівіне қатнаша.
Қырымдан Узбекистанға сүргін әтілгенде халифе қанум 3 yaşında еді. Бала ачылық ве қиынлықларыны көрді. Самарканд шерінде Али тәсіл алды ве тек ярым асырдан сон о ватанына қайтты. Шымды халифе ханум Мамашай көйінде яшай. Babam cenkdeydi. Babam armiyadan gelip bizim Koytaş'ta taptı galler Radski rayon. Açılıktan olmayık deyip buğday başçıkları ciyayedik. Dermençikten çöküp aşağı yedik buğday başları. Сулейман Халибеков енді 12 yıldan берлі Мамашай көйінде көйдешлер көрішівіні кечере. Бүгін мұсафірлер үшін шақсынен озы піляв пішіре. Плов должен быть рассыпчатый. Настоящий плов – это ферганский плов. И за это рецепт ферганского плова мы готовим здесь. Это свадебный плов. Скажите, вот это насколько вот человек и как нужно вот подрасчитать, чтобы всем хватило? Это просто так подшитый килограмм плова на 10 человек. Здесь у нас 50 килограмм плова. Эдая Абдулаева 6 yaşında olғанда женг башланды. 50 yıldan son o Қырымға Мамашай топрағына авдет olundu. Ev kurdu, bir oğlunu ve 2 kızını terbiyeledi. Ballarım hepsi pensiye çıktı. Torunlarım endi biri aptekada çalışa, birisi ocakçı ders verirler, birisi institutta ders verir torunlarım. Hepsi balabalı. Kaç torunlarınız var? Torundan torunum 7 tane, torundan torunum 10 tane, 17 tane. Әр ел кечірілген көйдешлер көрішівінде ерлі ойын тақымлары чықышта болындылар. Олар Қырым-татар халық ойынларыны ижра еттілер. Женіктен әвелкі деверде бұ көйде юзымчылық ве мейва бақчалары бар еді. Көйде өстірілген мейва ве еміш бұтын Қырымны темин еті еді. Бойле көйдешлер көрішіві әнді 12 yıldan берлі кечірілі Мамашайда тамырларыны мындан башланған айлелер топлана. Олар бір-біріне өз ижатлары мирақлы вақиялар ақында тариф етелер. Мухаммед Зикриев, Асан Зивадинов, Милет үшін. Бүгін белері сам сценограф актер Сейтхалил Османовның 100 yıllığı қайдатылы. Совет бірлігі ресамлар шурасының азасы бір сыра әсерлер ве театраль саналаштырмаларының мөлі фодыр. О Қырым-татар санатының инкишафына бұйкесі қошты. Хатырақуны Гаспринский адына китапханеде қайдатылар. Санаткарының аят ве ижад yollarından чешіт малюматнен оның яқынлары паяштылар. И маға да пек қол тұтайды. Біз бір кере Сейтхалил аға біз Қырымға иншалла қайтырық. Белі біздің адамларының портретін керек етіштіріп, чизмаға, язмаға написать. Соны Сабрия Реджепован сонки yıllar еді, но етіштірмеді. Шымдықыда қаға бөпсі қаберлер келечек яйынымызны 21:30-та қачырманас қайырлы ақшамлар.